Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода сіздермен осындай әдемі, жұмсақ, әрі ерекше соуспен дайындалатын пиццаның пісіру жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Біздерге ең алдымен осылай таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Жылы сүтімізді құйып алғаннан кейін үстіне бір ас қасық қант саламыз. Қантымызды салғаннан кейін біздерге аз ғана тұз қажет болады. Және де бір шай қасық ашытқымызды саламыз. Барлығын салып болғаннан кейін осылай бәрін дұрыстап араластырып аламыз. Және де соңынан бізге осындай сұйық майды құю керек болады. Сұйық майды құйғаннан кейін үстіне ұнымызды саламыз. Ұнымызды салғаннан кейін осылай қасықпен араластырып аламыз. Осылай ұнды керегенше саламыз. Қасықпен араластырып отырып, тесто жасайтын боламыз. Керегенше ұн салып, осылай қасықпен қамырымызды осылай қоюланғанша араластырып аламыз. Ары қарай қолымызбен елейтін боламыз. Осылай әдемілеп тесто жасаймыз. Тестімізді елеп болғаннан кейін салафанға осылай тестімізді көтерілуге салып қоямыз. Тестіміз 45 минуттай тұруы қажет. Осылай салафанға салып қоямыз. Тестіміздің көтерілгенше салмасын дайындайтын боламыз. Жаңа айтып өткендей, ерекше соуспен дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай бір дана қызанақ қажет болады. Қызанағымызды жуып, жан-жағын осылай кесіп аламыз. Кесіп алғаннан кейін қайнап тұрған суымызды үстіне құямыз. Қайнап тұрған суымызды құйып, қызанағымызды батырып 10 минутқа қойып қоямыз. Қызанағымызды осылай ыссы суға салып қоямыз. Ыссы суға салғаннан кейін 10 минут тұрды. Міне сыртындағы қабығын алып тастадым. Енді блендермен өткізіп аламыз. Начинкасына осындай фаршпен жуан алдым. Және де үстіне аз ғана бұрышпен тұз салып, майға қуырып аламыз. Майға фарштың піскенше қуырып аламыз. Және де ерекше соусымызға осындай таза ыдысымызға май құйып, үстіне орегано приправасын салатын боламыз. Және кішкене қуырып аламыз. Шамалы қуырғаннан кейін үстіне бір тісше сарымсақты үткіштен өткізіп, орегано приправасының үстіне қосамыз. Және де оның үстіне осылай блендерден өткізілген жаңағы қызанағымызды қосамыз. Осылай бәрін араластырып, соус дайындайтын боламыз. Осылай 2-3 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің тестіміз дайын болды. 45 минуттай тұрды. Пиццамызды осылай салафаннан шығарып, ұн сеуіп, елеп аламыз. Елеп алғаннан кейін тестімізді екіге бөлеміз. Тестіңіздің екінші жартысын морозильникке салып қойсаңыздар да болады. Келесі пісіргенде морозильниктен шығарып пісіре бересіздер. Осылай оқтаудың көмегімен тестімізді дөңгелектеп жайып аламыз. Противенімізге осындай пергаментті төсеп, үстіне банағы тестімізді жайып қоямыз. Және де осы дайындаған ерекше соусымызды үстіне құятын боламыз. Осылай соусымызды дұрыстап жан-жағының барлығына жағып шығамыз. Жағып шыққаннан кейін міне осылай шығатын болады. Үстіне жаңағы пісірген фаршымызды саламыз. Мен піскен фаршты блендермен үгітіп алдым. Осылай бетіне барлығын жағып шығамыз. Фаршын молдау салсаңыздар да болады. Мінекей осылай барлық жеріне фаршын салып шыққаннан кейін сырымызды да теркадан өткізіп бетіне себеміз. Осылай
чоркадан өткізілген сиырымызды осылай бетіне сеуіп, духовкада 20 минуттай пісіріп аламыз. Дайын болған пиццамызды 180 градуста 20 минутта пісіріп аламыз. Мінекей біздің пиццамыз дайын болды. Осындай әдемі әрі жұмсақ ерекше соуспен дайындалатын пиццаны сіздер де жасап көріңіздер. Балаларыңызға да және өздеріңізге де ұнайтыны сөзсіз.